Кеш Эюдың бұрынғы әншісі Айдана Меденова жеке шығармашылығын қолға алды. Тұрмыс құрғанға дейін тойдың қамымен жүрміз деген еді. Тойдан соң сахналас әріптестері Айдана шығармашылығын шілдеханадан соң қолға алатын шығар десті. Ал Айдана болса тыңдармандарына тосын сый әзірлеп, алға деп аталатын алғашқы жеке әнін жарыққа шығарды. Айдана продюсердің нұсқаулығынсыз жеке жұмыс істеп жатқандықтан, репертуар таңдау өз еркінде. Алғашқы туындысы туған жерге арналғандықтан, елін сүйген әншіні елі сүйетіні белгілі. Өзім өмірде не істегім келеді, соны істеймін әйтеуір. Сондықтан қандай киім шығарғым келеді, сондай шығарам. Қандай ән шығарғым келеді, сондай шығарам.